Тіл білудің 6 деңгейі бар. Бірінші деңгей бастапқы деңгейдер, әліпби, сандар және де заттардың есімдерін үйренесіздер. Келесі деңгей А2. Бұл деңгейде сіздер базалық деңгей болып саналады, базалық нәрселерді үйренесіздер. Яғни орташа ережелер, келер шақ, өткен шақ, осы шақ үйренесіздер. Одан жоғары орта деңгей. Орта деңгейде сіздер барлық ережені үйренесіздер және де орташа деңгейде сөйлесе аласыздар, орташа деңгейде түсіне аласыздар. Одан жоғары орташа деңгейдер күрделі ережелер үйренесіздер және де эссе жаза аласыздар. Сіздерге айтқан кезде түсінесіздер, кино қарай аласыздар, музыка тыңдай аласыздар. Жоғары орташа деңгейде сөйлесе аласыздар. Кішкене ереже бойынша қателікте жібересіздер. Одан жоғары С1 деңгей сіздер емін еркін тілде сөйлей аласыздар. Өте көп нәрсе білесіздер, өз ойларыңызды жеткізе аласыздар және түсінесіздер. Кішкене ғана қателік жібересіздер, кішкене ғана. Әр ана тілін білетін адам сияқты. Одан да жоғары деңгей ол кәсіби деңгей болып табылады. Яғни сіздер С2 деңгейін білсеңіздер, ол ғылыми түрде, әдеби түрде, ресми түрде сөйлесе аласыздар. Міне барлығы осы.